бала кезімнен біздің үй және де өзі жақын туыстар ешқайсысы жаңа жылды қарсы алмайтын. Үйге шырша қойылмайтын. Сосын ешқандай осы мерекелік совет кеңес замандағы үйреншікті жағдайлар болмайтын. Біз әулеттің бүкіл туыстардың балалары бұған әбден үйренген едік. Содан үлкендердің айтуы бойынша мына жаңа жыл біздің ата-бабадан қалған дәстүр емес. Біздің жаңа жылымыз Наурыз, 2 айт деуші еді. Соған мәз болып жүретінбіз. Енді қазір міне жас келе өсе түсініп тұрым. Біздің туыстар нағыз ұлтшыл халқының қадірін білетін кісілер екен. Содан әгі көңілді, жүректі шын мейрам осы 2 айт боп қалды. Ал соңғы 20 жылдың ішінде Наурыз да қосылды. Содан мен міне жасым 50-ден асты. Біздің туыстар әлі де сол күйі. Мына жаңа жылға енді жақсы тілек, еліміз аман, жұрт тыныш болсын, бала шағаларымыздың тек қана қызық қуанышын көрейік дейміз. Бірақ бәрін тастап кәдімгідей жаңа жылды тойлап секеңдеуге ұлттық қазақтық намыс бармайды. Аман болайық.